Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздермен ағылшын тілі 491 бжб-ны қарастыратын боламыз. Тараудың аты Holidays and Travel. Ал кеттік. Бірінші бжб бойынша бізде оқылым және жазылым. Сіздер үшін арнайы мен жауаптарын енгіздім және кілттік сөздерді талдауымен бірге қарастырдым. Және райтингді сіздер үшін өзімнің басымда болған оқиғаны мына жаққа жаздым. Әрине, бұл бізде критерий бойынша сәйкес келетін мағлұматты жаздым. Ал кеттік, онда ең бірінші бізде оқылым. Read the text below and complete the task. Мәтінді, яғни төмендегі мәтінді оқып, тапсырманы толтыруымыз керек. True, true немесе false. Білесіздер, true деген сөз ол дұрыс. Мәтінге байланысты, екіншісі false, ол дұрыс емес деген сөз. Қазір бұндай тапсырма кезінде міндетті түрде бірінші тапсырмадан бастаймыз. Міне, тапсырманы оқимыз, әр тапсырманың ішінде кілттік сөзді сызып аламыз. Сосын барып ол дұрыс па, бұрыс па. Соны дұрыстап алғаннан кейін, белгілеп алғаннан кейін тақырыпқа барып мәтінге баратын боламыз. Кеттік онда. Sam usually has a relaxing timetable in summer. Sam жаздың кезінде демалатын уақыттары әдетте болады. Sam prefers not to remember about school during vacation time. Яғни, Sam демалыстың кезінде мектеп туралы ойлағысы келмейді, ойлағанды жөн көрмейді. Sam wants to spend his holiday with his friends than with his parents. Sam өзінің ата-аналары емес, керісінше достарымен бірге демалыс өткізгенді жақсы көреді, ұнатады, немесе қалайды дейді. Lying in the sun, Sam's favorite activity during holiday. Яғни күннің астында жату, ол Сэмнің ең сүйікті белсенді әрекеті осы демалыстың кезінде дейді. He dislikes weather in Yorkshire. Оған Yorkshire'дағы ауа райы ұнамайды. The most exciting experience was a trip to Somerset. Яғни ең керемет тәжірибе ол Сомасетқа болған сапары дейді. Ал мына байқап тұрсаңыздар, көкпен жазылғандардың барлық кілттік сөздер. Бірден мәтінді тапсырманы түсініп болғаннан кейін барып мәтінге көшеміз, ал мәтіннен жауабы шыққан сайын белгілеп дәлелдеп кетеміз. I always enjoy summer дейді. Бірінші жауап шықты, қараңыздар. Do you in summer I like to relax and forget about school? Қараңыз. I don't have to get up early and I can see my friends anytime I want. Sam usually has relaxing timetable in summer. Дұрыс қой, Міне, enjoy summer деп тұр. Екінші жауапты шығып тұр, міне, prefers not to remember. Яғни, мен мектебім жайлы ұмытқым келеді. Яғни, ойлағым келмейді деп тұр. Келесі үшінші жауабы. Қараңыздар, жауаптар шықты. I like to spend my holiday with my parents. Ата-анаммен өткізгенді жақсы көремін, сондықтан бұл зе false, Төртіншісі. Only problem is the weather. То есть, мына жерде қараңыздар. We love to swim, lie in the sun деген, but most of all I prefer going camping. Яғни, кемпингқа барғанды жақсы көремін деп тұр, сондықтан бұл жерде мынау false болды. Бесіншісі, Yorkshire'дағы ауа райы ұнамайды дейді. Көрейік, міне, айтып тұрда, but my favorite place of all is Yorkshire. It has a lovely countryside, fantastic old buildings. The only problem is the weather. Үлкен проблема ол ауа райында дейді. Келесі, the most exciting experience was a trip to Somerset Falls. Өйткені мына жерде a little village by the sea and another was in Naples in Italy деп тұр, I went with my mother to Italy, but rain, it was unforgettable деп нені айтып тұр екен? Naples айтып тұр екен, сондықтан жауабы бізде false екен. Так, окей. Мінеке балалар, қараңыздар, біз қазір сіздермен бірге рейтингді аяқтадық. Жалпы осылай талдауы. Екіншісінде қараңыздар, жазылым, writingді не істеуіміз керек? Write a postcard to a friend, include greetings and closing sentence, use present continuous. Сіздерге тапсырманың басында уже команда, яғни инструкция беріліп отыр. Досыңызға ашық хат жазыңыз дейді. Оның басында сәлемдесу мен қайырласу болсын, сөйлем дейді. Және сіз жазып жатқан ақпарат нақ осы шақта болсын деп тұр. Және де мына поэтапна жазу барысында
мына этаптар сізге көмек береді дейді. Біріншісі, what are you doing at the moment? Дәл қазір не істеп отырсың? Where are you staying? Қайда қалдың? Қайда қалып жатырсың? What is the weather like? Ауа райы қандай қазір? What are you going to do this evening or tomorrow? Бүгін кешке немесе ертең не істейін деп жатырсың? Иә? Дейді. Мен енді менің бұйырса кішкене воображение жасадым. Менде Арушан және Кәусар деген оқушылар бар. Иә, әрі Кәусар деген қызым. Бұл екеуі достар бұйырса алдағы уақытта Лондонға барады деген ниеттемін. Сол жаққа барған кезде маған ашық хат жазды деп есептедім. Сіздер өздеріңіз мына жерге кімге жаздыңыздар, примерно хатты жазасыздар. Dear, қымбатты деп досыңыздың атын жазсаңыз болады. Және то есть досыңызға жазасыз, и мына жерден өзіңіздің атыңыздан немесе қасыңызда досыңызбен бірге атын жазсаңыз болады. Ал кеттік онда. We are on holiday in London this week. Біз қазір Лондондамыз, иә, демалыстамыз осы апта. Our hotel is very nice, old but comfortable. Біздің отель өте әдемі, ескі, бірақ удобный. ыңғайлы. The people are friendly, but it isn't easy to understand them. They speak so fast, иә. Адамдар өте досшыл, бірақ кішкене оларды түсінуге қиын, олар өте жылдам сөйлейді деп қосып қойдым. The food is delicious, especially the seafood, and the cafes and restaurants are wonderful. Тамағы сондай керемет, әсіресе теңіз өнімдері, иә, кафе және ресторандар өте керемет. Great Britain is beautiful, иә. Мына жерге Great Britain демейін, London деп жазайын. Негізі Лондон деп айттым. London is beautiful. It's a big city, үлкен қала, with a lot of new buildings, and it is expensive. The shops are great. London Bridge is amazing. The weather is awful, rain and fog. Білесіздер, иә, ауа райы кішкене қиындау, жаңбыр және тұман. It's cold and wet, but we are happy. Яғни кішкене ауа райы суық және влажный, ылғал, бірақ біздің көңіліміз көтеріңкі. We are going to Big Ben and London Eye this evening. Бүгін біз кешке Big Benға және Лондон көзіне барамыз. I'm looking forward to seeing these places. Мен осы жерлерді тағатсыздана күтіп жүрмін, иә, көруді. See you next week. Аружан енді Кәусар деп, Аружан және Кәусар маған жазды, шықат деп есептедім. Құрметті оқушыларым, сіздер де қайда барғыларыңыз келеді, соны елестетіңіздер. Және де сол жақта болып болғандай өзіңіздің досыңызға, анаңызға, туысқаныңызға осында хат жазыңыз. Сол кезде сезіммен, шынайы сезіммен жазатын боласыздар. Міне біз, получается, бірінші БЖБ бойынша, 2 дағды бойынша қарастырып өттік. Сіздерге пайдалы болды деп есептеймін. Егер пайдалы болса, каналға жазылып, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Ұнаса, ұнамаса, дизлайкты бассаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Мисақнұр. Келесі 2-ші БЖБ-да кездескенше. Бай-бай!